Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін миксерсіз, қарапайым, жылдам дайындалатын дәмді, ылғалды шоколадты бисквитті жасайтын боламын. Ең алдымен ұн, какао, сода, тұз, шекер, осы құрғақ өнімдерімізді сизодан өткізіп араластырып аламыз. Содан кейін май, жұмыртқа, сүтті құйып, біртекті масса болғанша жақсылап бұлғайтын боламыз. Осындай біртекті сұйық масса дайын болады. Енді келесі бисквитімізді пергамент қағазы төселген табамызға құйып аламыз. Одан соң қызып тұрған пеште 150-155 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен бисквитті холодильникке бірнеше сағатқа салып қоямыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар.